деген не? Соны қазір біз жеке-жеке түсіндіреміз. Құқықтық мемлекет құрып жатырмыз, бірақ құқықты білетін адам аз. Құқықтық мемлекет құрып жатырмыз, құқықты оқытатын мамандық жоқ. Ал құқықтық мемлекет болмайынша демократиялық қоғам орнамайды. Демократиялық қоғам орнамайынша өркениетті ел болмаймыз. Ал енді сіздерге бір тест көрсетейін. Мынау не деп ойлайсыздар? Көп адам айтады, бұл мына жері карта сияқты, мына жері басқа сияқты. Ойласыңыз. Аз-маз ойласыңыз. Бұл неге ұқсайды? Ойласып алыңыз. Осыған ұқсас суретті көргенсіз бе сіз? Бұл тест, психологиялық тест. Бұл психологтардың бұған дейінгі жасаған тесттері. Көп адам осыны ұқпайды. Енді келесі сұрақ. Осы жерден сиыр көріп тұрсыз ба? Ойласыңыз. Біреу айтады, сиыр көріп тұрмын, анау жерде жүрген сияқты, ана жерде жайылып жүрген сиыр сияқты дейді. Ойласыңыз. Бұл жердегі біздің айтайын дегеніміз, сіз өзіңіздің ойыңызды, идеяңызды бір жерге жинақтай алмайсыз. Сіздің құқығыңызды біреулер таптап жатады, оны сіз көрмейсіз. Мына жерде сиырдың суреті бар. Сіз оны көріп тұрған жоқсыз қазір. Дәл сол сияқты сіздің біреу қақыңызды таптап жатады, сіз оны байқамайсыз, көрмейсіз. Неге? Өйткені сіз өз қақыңызды білмейсіз. Содан кейін таптап жатады. Енді сиырды көрсетем қазір. Бұл үлкен басты сиыр. Қазір мен сиырды көрсетем, одан кейін өмір бойы осы картинаны көргенде көз алдыңызға сиыр елестеп тұрады. Мынау сиырдың үлкен басы, мынау тұмсығы, мынау оң жақ құлағы, мынау сол жақ құлағы, мынау оң көзі, сол көзі. Сонда мынау үлкен сиырдың басы сізге қарап тұр. Қарап тұр ма? Көріңіз. Қарап тұр ма? Сиыр қарап тұрған жоқ па? Не үшін көрсеттік бұны біз? Өйткен себебі сіздің қақыңызды біреулер жеп жатады, сізді таптап жатады, сізді басынып жатады, бірақ сіз оны бір картинаға жинақтай алмайсыз. Өйткені сіз ол сиырды көріп тұрған жоқсыз. Дәл қазіргі күнде сіз өз қақыңызды көріп тұрған жоқсыз. Менің қақым бар ау, менің бұл жерде құқығым бар ау деп те ойлап тұрған жоқсыз.